Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творожный пирог сырмен қатпарлы қамырда, слоеный тестода жасап көрсететін боламын. Видеоны соңға дейін көріңіздер. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса комментарий жазыңыздар. Менде дайын тесто екіге бөліп, жұқартып 5 мм-дай жұқа қылып жайып аламыз. Дөңгелетіп, крышканы қойып, өлшеп кесіп аламыз. Бірінші тестамыз дайын. Енді екіншісін жайып дайындап аламыз. Оны да дәл тура солай дөңгелетіп кесіп дайындап аламыз. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Творогты үгітіп, сыр саламыз. Бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын начинкамызды ортасына салып, көріп тұрсыздар ғой, шетін әдейі қалдырып қойдым 1 сантиметрдей. Сол жерге жұмыртқаны жағамыз. Ол не үшін деп ойласаңыздар, екінші тестаны салғанда жақсы жабысу үшін. Себебі ыстық температурада ашылып кетуі мүмкін, сондықтан жақсылап жабыстырып, үстінен вилкамен басып шығамыз. Енді вилкамен үстінен тесіп шығамыз, ауа кіру қажет. Жасап болғаннан кейін жұмыртқаны жағамыз. Жағып болдық, енді кунжутты үстіне сеуіп, қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-35 минутқа қоямыз. Пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі әдемі, көтерілген, кесіп көрсететін боламын. Міндетті түрде жасаңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын.
ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер міндетті түрде. Видеоны соңға дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.